Қайырлы күн, ханымдар. Бүгін сіздерге жет шелпекті жарты сағатта дайындаудың жолын көрсетемін. Ол үшін бізге ең басты қоспамыз айран қажет. Айранға соданы қосу арқылы шелпегімізді жарты сағатта дайындап шығамыз. Менде бұл қолдың айраны. Айранды аздап қана жылытып алған дұрыс. Бисмиллахиррахманиррахим. Айранды құямыз. Одан кейін біраз қасықты толтыра қант қосамыз. Және араластырып жіберейік, қанты еру үшін. Одан кейін жарты шай қасық тұз қосамыз. Араластырып аламыз. Және ас содасын жарты шай қасық қосамыз. Ас содасы мен айран екеуі реакцияға түсіп, кішкене көпіршиді. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнды електен өткізіп салған дұрыс. Ұнды қажетіңізге қарай қолдана бересіз. Ал қоспалардың нақты мөлшерін видеоның астына жазып қоятын боламын. Бұл рецепт сізге аяқ астынан қонақ келетін жағдайда өте жақсы көмектеседі. Осылай илеп қоясыз да, жарты сағат тындырып қойып, пісіріп ала бересіз. Ең бастысы дрожь қолданбай-ақ осылай шелпектерімізді пісіріп алуға болады. Ал сіз қандай рецепт бойынша пісіресіз, комментарийға жазып қойыңыз. Мен міндетті түрде оқып, жауап жазатын боламын. Қамырымыз қоюланғаннан кейін қолмен илеген жақсы. Тағы кішкене ұннан қосып жібереміз. Мінекей 5 минутқа да жетпейтін уақыттың ішінде қамырымызды илеп алдық. Қамыр сондай жүп-жұмсақ болып, мінекей жүп-жұмсақ болып иленді. Енді осы қамырды тындырып жарты сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып.